Достар, сәлем. 1 миллион тұратын iPhone-ды қоя тұрайық. Енді басқа телефонға көшейік. Менің қолымда Poco M3 смартфоны. Бүгін сол туралы айтамыз. Жалпы видео әдемі болсын деп Қапшағайдың жағажайына келдім. Көріп тұрғанда менің артымда Қапшағай суы. Бүгінгі видеода жалпы Pocophone туралы айтқым келеді. Өйткені Poco деген негізі ол Xiaomi компаниясының филиалы болып есептеледі. Оны Үндістанда шығара бастады. Ол Қытайдікі емес, ол Үндістандікі. Олар Үндістанда шығара бастады. Бірақ Poco F1 шыққан кезде ол дүние жүзін жарды. Жарғанда қалай? Оның ішінде процессоры сол заманда ең мықты процессор болған. Енді осы брендтің 3 нұсқасын айтып берейін. Біріншісі ол M, ең арзандардың бірі, бірақ процессоры жаман емес. Екінші түрі ол X, оның процессоры да жақсы, оның камерасы да жақсы болады. Ал үшіншісі ол F сериясы, оның процессоры ең мықты болады. Былай істейік, смартфонды басқа смартфон емес, бірінші смартфонның бұрынғы түрімен салыстырайық. Мына Poco M3 Pro болса, Poco M3 пен салыстырып көрейік. Қараңыздар, бұрын дизайны мына жағында камерасы ұзын болып қарайланып тұрса, қазір вертикаль бойынша тігінен қоятын болды. Ол дизайн жағынан. Артықшылығы M3 Pro-ның артықшылығы ол енді экраны 90 Гц және процессорын өте жақсы процессор қосқан. Ол Dimensity 700, яғни бұның өзінің қазіргі процессоры 2 есе артық. Басқа да артықшылықтары бар, бірақ ол маңызды емес. Бірақ енді кемшіліктерін айтып берейін. Кемшілікті ең бірінші байқағаным, бұда кең бұрышты камерасы жоқ екен. Бұның орнына макрокамера қойып берді. Екінші жаман жағы ол жаман емес, кемшілік жағынан. Бұрынғы аккумулятор 6000 мА болса, қазір мынаның 5-ақ мА қойып берді. Үшінші кемшілігі бұл стереодинамик емес, қазір монодинамик. Және төртінші кемшілігі, егер M3-те бұл смартфон басқаларды зарядтай алатын болса, мұнау зарядтай алмайды. Всем привет, с вами Big House! Вот почему мы выбираем Poco. Отличный яркий дисплей 6,5 дюймов, Dot Drop Full HD+, с частотой обновления 90 Гц. Энергоэффективный техпроцессор, 7 нанометров для полного погружения в игры. Батарея на 5000 мАч, а зарядка держится до 2 дней. Poco M3 Pro поддержит все ваши ежедневные задачи. Процессор жағынан көп айтқым келеді. Бұмен ойын ойнап көрдім. Бұның жалпы енді Antutu рейтингі бойынша 320 мың ұпай жинай алады. Былай істейік, сіздерге былай түсіндіріп айтайын. Бұның бағасына қазір келеміз, бірақ рейтинг жағынан 320 мың деген ол аз емес. Бұндай смартфонға, бұндай арзан смартфонға аз емес. Кім біледі Samsung A51 дегенді. Бұл хит продаж болған смартфонды мынау ұтып тұр. Келесі салыстырғым келетін смартфон ол A71. Өте жақсы смартфон. Мен оны маған ұнайтын смартфондардың бірі. Мынау Poco M3 бұны да ұтып тұр. Бірақ енді баға жағынан алдынан айтып кетейін. Қараңыздар, Samsung A71-дің бағасы 160-170 мың теңге болған кезде, мынау Poco M3-дің бағасы 82 мың теңге. Қалай қарайсыздар? 2 есе арзан, 2 есе. Енді үшіншісі бәріміз білетін Redmi Note 10 Pro смартфоны. Бұл процессор жағынан екеуі бірдей болып тұр. Қызығы, сонда мынау бағасы 82 мың теңге, анау 130-170 мың теңге тұратын смартфондардың бағаларымен, процессорларымен теңесіп тұр. Енді түсінуге болады, енді камера жағынан ұтылып тұр, бірақ енді егер жарық болса, егер фотоға түсіре алатын болсаңыз, бұның камерасы жаман емес. Негізгі бұл видеода айтайын дегенім сіздерге бүкіл характеристиканы айтып беру емес. Бұл айтайын дегенім бұндай смартфоны бар екен білсін деп. Өйткені көбінесе адамдар камера қарамай процессорына бірінші орынды қарайды. Ол смартфон қатпау керек, ол смартфон ойнау керек деген сияқты. Мысалы, мына смартфонмен ойнап көрдім. Сол баяғы PUBG ойнадым. Қатты қызады, енді әңгіме жоқ, бірақ қатты қызатындай, ойнай алмайтындай. Мысалы, Redmi Note 10 Pro мысалы күйіп кететіндей қызады, қатты қызады. Фотоға қалай түсіретінін көрсетем, қазір көріңіздер. Мысықты іздеп жүр. Өзін жоғалтып алды. Ойлайсың, сен мініп алған ғой.
иістің бәрі лестницаға келеді. Иісін сезбей отыр. Өйткені лестницада иісі бітіп қалды. Иісі бар, ар жақта иісі жоқ. Ізде. Кыс. Тамақ ішесің ба? Не істеп жатсың? Тамақ ішесің ба? Мынау жақындату 6-ға дейін жақындауға болады. Бірақ сапасы бұзылады. Мына 6 есе жақындатқан кезде бұлыңғыр болып сапасы бұзылады. Сен қай жақтан келдің? Атың кім? Тамақ ішуге барасың ба? Өкінішке орай стабилизациясы жоқ. Камерасы 48 мегапиксель. Ол әрине жетпейді. Ол үшін көп свет болу керек. Фото-видео жақсы болады. Жетпесе осындай болады. Енді баға жағын айтатын болсаңыз, бұлар 4 гигабайт азумен 64 гигабайт ішкі жадымен бағасы 82 мың теңге. Ал енді сіз маған 128 гигабайт керек, маған азу 6 гигабайт керек десеңіз, оның бағасы 94 мың теңге болып қалады. Оны қайдан аласыздар? Білесіздер, дропшоп дүкені бұл смартфондарды сіздерге арзаннан сата алады. Дропшоп дүкені сенуге болатын талай смартфон сатқан дүкен. Сол алатын болсаңыздар, қараңыздар. Енді бір кішігірім конкурс жасайды. Мына смартфонды ойнатам деп айта алмаймын, ондай деңгейге әлі жетпедім, бірақ кім бір айдың ішінде, бүгін қыркүйектің 20-сы, бір айдың ішінде кім мына смартфонды алады, бір адам болсын, 10 адам болсын, сіздерге көрімдік. Үлкен кішкентай, бірақ 5 мың теңге берем. 5 мың теңге кім бұл смартфонды бір айдың ішінде алады. Бұл жай көрімдік. Бұған чехол аласыз ба, немесе бұл смартфон сізге скидка ретінде келе ме деп ойлаңыздар. Осындай кішігірім конкурс. Оның бәрін не үшін айтып отырмын? Жарты жылдай бұрын менің достарым маған Redmi Note 10 Pro смартфон берген кезде сатуға, мен оларды 3 күнде сатып жібердім. 4-еуінде. 3 күн ішінде. Бір айдан кейін қолыма Poco F3, Poco X3 Pro түскен кезде оларды бір айдың ішінде сата алмадым. Не үшін сата алмадым? Өйткені көбісі бұлар туралы білмейді. Білмегенде бұлар туралы естімеген, бұлар туралы білмеген, бұлардың характеристикасы туралы білмеген. Бірақ ең қызығы, бұл смартфондардың характеристика жағынан Redmi Note 10 Pro-ны озу мүмкін. Қалай мүмкін? Ол процессор жағынан озу мүмкін. Яғни бұлардың процессоры, мысалы X3-те процессоры да жақсы, камерасы да жақсы. Оны обзор түсірген кезде мақтаған. Бұл Poco деген жаман емес, бұл артық деп айтса да болады басқалардан. Бұл қымбат емес, басқалардан баға жағынан қарайтын болсаңыз ерекшелігі бар. Және бұның характеристика жағынан да артық болып тұр. Ал сіз смартфон деген кезде не нәрсеге қарайсыз? Брендке қарайсыз ба, бағасына қарайсыз ба, әлде характеристикасына қарайсыз ба? Сонымен бұл видеоның 3 мақсаты болды. Біріншіден бұл брендпен сіздерді таныстырайын дедім. Білсін деп, көрсін деп, сенсін деп. Екіншіден дропшоп дүкенін сіздерге мақтайын деп едім. Ол жерде арзан және ассортимент көп дүкен. Үшіншіден кішкентай конкурс 5 мың теңге қайда жатыр, сіздерге көрімдік ретінде бере аламын. Елдер машина алған кезде 5 мың теңге береді, мен сіздерге смартфон алсаңыздар көрімдікке 5 мың теңге беремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Менің атым Бақсар, бұл каст Яқшолу.